Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк демелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Бұршақ, жел, жаңбыр. Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы. Еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай мен жаңбыр. Оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады. Тек еліміздің оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында, орталығында антициклон жотасы әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі батысы мен солтүстігінде бұршақ, оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде дауыл, шаңды дауыл, оңтүстік-шығыста тұман күтіледі. Түнде жамбыл облысының шығысында таулы аудандарында 2 градус ыстық күтіледі. Маңғыстау облысының басым бөлігінде, Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде, Түркістан облысының солтүстігінде, Атырау облысының оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, Абай, Қарағанды облыстарының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.